Достар, біз 5 бармақты жеп қайттық. Сіздерде қонақтарды өсіп табақты босата аласыздар ма? Бізде қамыр болған жоқ. 40 қабат болды. Енді осындай тамақты жеп, ревматоидный артритті жеңген ханам отыр ғой алдымызда. Соның нәтижесі. Бөлісіңізші, қаншама халық ревматоидный артрит. Мына кісі тикток түсірмейді, мен түсіріп берейін деп отырмын. Келіңіздерші, осы кісі бар ғой, жеңген ревматоидный артритті. 15 жыл дәрісіп, түкте ешқандай дәрісіз қазір өмір сүріп жатыр. Негізгі аурудың пайда болған себебі бірінші. Адам деген негізі білместіктен ауырады. Егер білген адам болса, ешкім ауыр. Біліп алған болса, ешкім ауырмайтын еді. Мен мысалға ойлаймын, ең бірінші аурудың басты себебі, мен ойлаймын, өмір су ішпейтін адаммын ғой мен. Ішпегенмін ғой. Ал керек қылсам, мүлдем болғанда. Құрт жеп жүріп те ма? Құрт жегенде, тамақ жегенде шөлдейсің ғой. Вот сол кезде ішетін екен. Сол су ішкенге тән емес, ол мүлде іштім дегенге ішпедім деп айтып отырғаным сол. Егер шөлдедіңіз ба, шөлдегеннен кейін ішкен су ол вообще пайдасы жоқ. Өйткені су құртқа қойып алдым, ол қаным кеуіп тұр, іштім де, ол просто миға сигнал, ол ағзаң шөлдеп жатыр, тұзданып кетті дегенде, ол мен просто сигналды бастым болды. Оның ешқандай пайдасы жоқ. Ал егер суды өзінің техникасымен ертеңгісінен бастап ішіп жүрген болсам, не үшін жаңағы ревматоидный артрит болды деп белгілеріңіз келсе, мысалға вирустар, бактериялар, мысалы, мына тамақтағы басқа органдардағы именно сол құрғап тұрған мына буындарға түсіп алады екен да. Ал енді буынға түскен жаңа бактерияларды қуалап шығу өте қиын. Мысалы, сіздің тамағыңызда болса, ол тамақтан шығару оңай, ал буындағын өте қиын екен. Енді бір күнде бола салған жоқ қой, ол годами жаңағыдай 1 жастан бастап ойлаңыздаршы, суды дұрыс ішпеген адамда 37-40 жаста әрине ревматоид. Бірінші су, екінші кеттік, сағат азайып бар. Депрессияға көбірек түсті мен ол кезде. Дұрыс. Үшінші жаңа өзінің дұрыс тамақтану. Міне, өзі не жеп жүргенін көрсетейін, достар. Енді ол да кеш емес, орны қалпына келсін, пророщи, бидайды өсіріп тұрып нәм пісірген ғой. Міне қараңыздар, 5 бармақты жеп алдық. Енді сол ауырып болғаннан кейін міне Құдайға шүкір қазір жақсымын, дәрі ішпеймін, дәрісіз өмір сүремін. Әр нәрсенің қайырымы бар. Зато дұрыс тамақтануды үйрендім. Дұрыс салауатты өмір сүру салтын үйрендім. Достар, рецепт алғыларыңыз келе ма? Комментарияға жазыңыздар. Бақытгүл ханымның тиктогын жарамыз, тіркелеміз, комментарияға жазамыз. Тегін ақпарат бөлсет. Мына рецептің бәрін айтатын болады. Так что жоғалып кетпес үшін Бақытгүл ханым комментарияға жазасыздар. Поделицияны басыңыздар. Ревматоидный артритпен ауырып жүрген досыңа тарат.